Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін өте әдемі болып шығатын круассанның рецептпен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші өлшеніп алған суымызға дрожжды салып аламыз. Судың температурасы 38-40 градуста болуы қажет. 1 шай қасық дрожж, 1 шай қасық шекер қосып, жақсылап араластырып, 10 минутқа бөлме температурасына демалдырып қоямыз. Ал енді ұнымызға шекер, аз мөлшерде тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майдан біраз қасықтай саламыз. Кейін дрожж және жылы сүтімізді құйып, жақсылап жұмсақ қамырлейміз. Қамырымызды елеп болдық. Енді бөлме температурасына бетін жауып, 20 минутқа демалдырып қоямыз. Ал енді қамырымызды алып, пищевой пленкаға орналастырып, 4 бұрышты форма жасап, пищевой пленкамен жақсылап орап, холодильникке 8 сағатқа демалдырып қоямыз. Ал енді круассанның майын дайындаймыз. Мен дәл осындай безручный пакетті қолдандым. Негізі пергамент қағазына сары майды салып, бүктеп, оның сыртынан оқтаумен 4 бұрышты қылып жайып, мұздатқышқа салып қатырып алу керек. Менде ол болмағандықтан пакетпен дәл осылай қолданып шықтым. Және сары майды 4 бұрышты қылып жайып, жұп-жұқа қылып, ені мен ұзындығы 16 см болу керек. Болмаса, жайған қамырыңыздың сантиметрімен бірдей болу керек. Яғни сары маймен 4 бұрышты болып тұрған қамырдың өлшемдері барлығы бірдей болу керек. Ал бізде міне 8 сағат демалған қамырымызды ұзынша қылып, аз мөлшердегі ұн сеуіп отырып жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші оқтаумен басып, кейін барып асықпай 4 бұрышты қылып, ұзынша қылып қамырды жайып аламыз. Дәл осындай ұзынша қылып жайып болғаннан кейін холодильникке 10-15 минутқа қамырды демалдырып қоямыз. Кейін барып, сары майды қамырға орналастырып, қамырдың екі шетін ортасына қарай бүктеп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда ең бірінші оқтаумен басып шығамыз. Кейін барып, ақырындап жаятын боламыз. Қамырдың екі шетін кесіп алып тастаймыз. Кішкентай ғана бөлігін кесіп алып тастаңыздар, бізге теп-тегіс қамыр керек болады. Кейін қамырды пищевой пленкаға орап, холодильникке 20-25 минутқа демалдырып қоямыз. Кейін қайта алып, дәл осылай осы тәсілмен қайта жаятын боламыз. Қамырды 3-4 қайтара холодильникке салып, қайта алып, дәл осы тәсілмен аз мөлшерде ұн сеуіп, бүктеп, қайтадан холодильникке саламыз. Сол кезде біздің круассандар өте қатпарлы болып шығады. Және менде осы ең соңғы бүктеу болып тұр. Енді тағы бір бүктеп, холодильникке салып, кейін барып жаятын боламыз. Круассан қаншалықты қабаты көп болса, соншалықты ол әдемі болып шығады.
Міне менде ең соңғы бөлігін жайып жатырмын. Оны себе отырып 4 бұрышты қамырды жайып шығамыз. Менде бөлме температурасы өте ыстық болғандықтан арасындағы сары май тез еріп кетіп жатыр. Егер де сіздерде дәл осындай жағдай болса, холодильникке немесе морозильникке 15 минутқа қамырды қойып демалдырыңыздар. Арасындағы сары майды сәл қатыруға уақыт беріңіздер. Менде тез жайып жатырмын. Кейін пышақтың көмегімен дәл осы 3 бұрышты қылып кесіп алдым. Кейін рогалик секілді орап шығатын боламыз. Кейін пергамент қағазын төсеп, бөлме температурасында немесе жылы жерде жарты сағаттай демалдырып қоямыз. Сол кезде біздің круассандар өте әдемі болып көтеріледі. Және оның бетін матамен жауып қоюды ұмытпаңыздар, әйтпесе ол қаязып қалуы мүмкін. Кейін 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне бүгінгі біздің круассандарымыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Ең бастысы менің инста парақшама және YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті қызықты рецептермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.